Biz mına ma'lum ekimiz video tushiramiz deb shishdik. Institut olsun deb bo'lajaqda. Keyin qarab o'tiramiz uni desa. Alғашқы videomuz боласын deydiğimiz bilmiyorum. Короче, блог түсіреміз, күнде өміріміздің қалай өтіп жатқанын, осыны естелік ретінде салып отырамыз. Бірнеше жылдан кейін қараймыз. Біз сол уақытқа дейін түсіреміз деп ойлаймыз, енді надеемся. Соңғы шалып алғандай деп отыр дейсің ғой. Сол себепті түсіреміз, күнде не істеп жатырмыз, қалай өмір сүріп жатырмыз, бәрін емес енді, қызық жерлерін. Иә, а то скучно кететін шығар. Сол үшін менің аты жөнім Марал, менің күйеуімнің аты Аслан. Біз молодой жены, үйленгенімізге 2 айдан асты. Негізі Ақтауда тұрамыз. Бірақ Дубайда тұрады. Негізі Ақтаудікіміз, бірақ қазір Атырауда тұрып жатырмыз. Атырау енді алдағы уақытта көрістер Атырауды көрсетеміз қандай екенін өзімізге. Ұнады деп айтпай ақ қояйық, Атырауды көріп қалыватса. Просто біз Алматыға үйренгесін, Алматыда 4 жыл оқыдық, не дегенмен. Мен биотехнология мамандығы бойынша оқыдым. Маманым биотехнологпын. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биология және биотехнология факультетін бітірдім. Аслан болса, мен строительство жүйелерін барып, теміржол құрылысын бітіріп, қазіргі таңда солында жұмыс істеп жатырмын. Сол себепті Атырауда жүрміз. Ол Атырауға направление алды. И сол себепті жұмыс жасамаймын. Өкінішке орай. Бізде не жатады. Енді өзінің личный бизнесім бар. Мен андаймен айналысамын. Ловец снов. Неше түрлері бар. Ертеңге тағы бір дайындап жатырмын. Не дейді? Короче, ссылка в описании болады, Тима не дейді. Инстаграм астына қалдырамыз. Инстаграмның ссылкасын қалдырамыз. Қызық болса сіздерге. Бірінші видеоның адам маған көрмейтін шығар, сонда да астына салып қоямыз. Алдағы видеоларда да өзіміздің инстаграмды қарап отырсыздар. Біз бірінші видеомызды бірақ кеш түсіріп жатырмыз. Сағат, білмеймін, даже 10 болған шығар. Негізі таңертеңнен бастаймыз деп ойладық, чисто, бірақ как-то қиындау болды түсіру. Мен басында түсіріп бастадым негізі, но маған қиын болды жалғыз өзім түсіруге и камерада бүйтіп сөйлеуге. Даже суретке көп түспейтін болғасын, видеоға өзімді түсіру қиындау. Серьезно, ғой, суретке көп түспейтін болды. Вот наша история. Біз 2 айдан асты жеті үйленгенімізге осы 2019 жылдың 30 ноябрь күні үйлендік. Солай айтып қойдыңыз? Мен ұзатылып шықтым 29 күні, ноябрьдің 29 күні ұзатылып шықтым. Содан бері мы вместе Асланға шықтым. 4 жыл бойы Алматыда бірге жүрдік. Тоқыдық. Сосын үйлендік. Атырауда жалғыз екеуміз однокомнатная квартирада тұрамыз. И енді көреді ғой, бір комнатада жүре береміз, так сказать, басқа комнатасы жоқ па деп ойлайды ғой адамдар. Біздің кухнямыз кішкентай, тар, өзімізге болады. Негізі біз басқа квартирада тұрғанбыз бірінші сыныпта 136-та. Әйелерден көп келейді. Просто им было интересно, мен айтып жатырмыз. Сұрақтан қошын. Айта бер. Все, айттым мен. Сен айтайын, все. Мен үндемей отырам, күйеуім сөйлейді, айтсын. Бәрін айтады ғой уже. Осы видео бүгін ертең салынатын шығар, бүгін нешес 4-5-ме бүгін сондай. Осымен болатын шығар, алдағы уақыттарда видеоларда жақсы нәрселер өзіміз үшін ғой барлығы.
жасаймыз. Біздің бір жақсы қасиетіміз, I'm sorry, не ойлаймыз, соны жасаймыз біз. Мен оған бұл идеяны айттым, мен ол сразу қолдады. Даже микрофон алайық деді, мына жерге іліп қоятын даусымыз сіздерге дұрыс естілу үшін. Но алдағы күндерде ала жатармыз, если бәрі бұйырса жақсы болып кетсе. Но мы молодцы, негізі не ойлаймыз, соны істейміз, да? Да, өлімге ұқпал жүрмей ғой. Ештеңе. Жақсы. Давайте, пока.